Армысыздар қазақ елі. Мен бүгін сіздерге бір өзгешелеу тақырыппен келіп отырмын. Негізі кейде болады, сұрап жатады, Асқар Қайырбек кім деп. Мен енді 11 жылдай болыпты, емшілік жолда болған адамын. Мен ол жерде жүргенде 3 кітап жаздым. Соның бірі мінекей Бұлтпен келген бабалар, емші жайында мынау Бесбай Батима аруақтар айдай қыз деп ат қойған. Осы кісі туралы жазылған кітап еді. Мінекей артында Молдагулов Асқар деп тұр. Бұл мен. Негізі Молдагулов менің Молдағұл деген атам, ол менің әкемнің атасы ғой. Әкем Қайырлы, оның әкесі Қайырбек, оның әкесі Молдағұл. Мен Молда Қайырбек атам аталмай қалмасын деп бала күнімізде Молдағұл болып келдік. Сосын мен Қайырбек атамның атына ауыстым. Асқар Қайырбекпін қазір. Енді менің айтайын дегенім, негізі менде 2 канал бар. Асқар Қайырбек каналы бар. Сосын Қайролла Бәкен деген кісіден маған бір каналын берген. Ол жерде жаңағы Мен сен ол деген канал болған алдында. Қазір ол Атақоныс деп мен атын өзгерттім. Сол 2 канал менде. Бірақ менің Атақоныс каналым тоқтап тұр. Ол негізі ол канал саяси канал емес, ол рухани канал болатын. Мен оны саяси каналға өзгертіп едім, бірақ көрермендерім кетіп қалды ол жерде. Ешкім көрмейді, просмотр жоқ. Сосын негізі жаңағы осы айдай қыздан бір маған көптен бері өтініш болған. Халықтың рухын ояту керек, санасын ояту керек, жер әлемін тазалау керек, ол үшін аруақтарды дәріптеу керек, аруақтар туралы көп айтылу керек дейді ол кісі. Енді мен оған современныймыз ғой. Современныймыз да. Сонымен көп нәрсені айтқымыз келмейді, бірақ біз тамырымызға тартпай болмайды. Тамырымызды, өзіміздің болмысымызды табуымыз керек. Біз қаншама самсатып мешіттер салынды. Ол арабтың идеологиясы. Мына жақта Европаға еліктедік қаншама. Орыс боламыз деп соншама шабылдық. Бірақ соның барлығынан біз мысалға өз болмысымызды таба алмаймыз. Біздің болмысымыз қазақы болмыс. Оны біз сонымен жалғануымыз керек. Ата-бабаларымыз аруақ деп жауға шапқан, мысалы, аруақ деп өлімге қарсы шапқан. Мінекей, сол аруақтан біз ажырап қалдық қазір. Өйткені анау арқам қозып денем ұстап дейді ғой, аруақ танып деп айтады қазақ. Ол энергия, қуат береді. Бір адамның күшін, болмысын, оның санасын, оны еселендіріп жібереді аруақ қолдағанда. Шабыттандырып жібереді. Аруақ қолдайтын. Аруақты адамдар емші болады, аруақты адамдардан ақындар шығады, жазушылар шығады, небір бойында қасиеттер оянады адам. Жазушы, суретші, мысалы, батыр шығады одан. Одан ел бастайтын, мысалы, Абылай ханды айтады ғой. Абылай хан аян алмай неге шықпайтын деп, мысалы. Жауына қарсы аттанбайды деп, аян алып барып аттанады дейді. Ол бурасы болған, ол жол көрсетіп жататын. Сондықтан мен бұл жерде аруақты дәріптеу керек бізге. Өзіміздің аруағымызды дәріптеп, солардың рухын ояту керек деп ойлаймын. Сондықтан сонда ғана біз мынау қазіргі қиналыстан біз жол табамыз. Тылсымнан біз өзіміздің жолымызды ашамыз. Енді бұл кісінің маған бүгін айтқан өтініші тағы да айтты. Бұған дейін де айтып келді, мен соны қолға алмаған едім. Маған айтты, мынау жаңағы егер осы кітапты оқы дейді. Бұл жерде мен негізі бір 220 куплет дейма өлеңменен жазып шыққан негізінде. Бұл кісінің 7 күн аруақты қалай қабылдағанын. 7 күн аруақ көрініп келген бұл кісіге. Қаншама аруақтар, ақындар, жазушылар. Солардың бәрін дәріптеп жазып шыққан. Соны оқы дейді. Сосын жаңағы енді осы бағытты мен өзім ойладым. Жақсылап тұрып мен қолға алайын. Ата-бабамды мадақтасам, оларды еске алсам, одан мен кеміп қалмайым, одан аруақ өлі разы болмай тірі байымайды дейді. Аруақтардың разылығын алғанның ол ешбір сөкеттігі жоқ деп ойлаймын. Сондықтан мен бұны қазір осы 2 каналыма да салам, осы видеомды. Бұл алғашқы таныстырылуы. Одан кейін мен егер астына комментарий жазыңыздар, ұнады ма, ұнамады ма, ойларыңызды білдіріңіздер, пікірлеріңізді жазыңыздар. Егер ұнамай жатса, мен онда Асқар Қайырбек каналына бұдан әріде салмаймын. Негізі салмаймын ау деп ойлаймын.
менде Атақоныс каналы тұр. Мен сол Атақоныс каналынан осы аруақ туралы, тылсым туралы, бұған дейінгі жазылғандарым туралы, Айдай қыздың өзі жаңағы аты жөні Беспай Батима, аруақтар Айдай қыз деп ат қойған. Сол Айдай қыздың өзінің қаншама жазған сұхбаттары бар. Ол кісінің өзінен жаңағы интервью алып, оның барлығы мен сол каналға салып отырамын енді. Ол каналда сол бағытта жүргіземін. Енді оны саяси қылмаймын, өйткені ол жерде просмотр жоқ. Былайша айтқанда, ол жаққа жиналғандардың барлығы тек рухани көзқарастағы адамдар. Сондықтан осыншама мен саяси жолмен қаншама видеолар салып келдім, ешқайсысын көре қоймайды. Мысалы, тек қана мен өз каналымнан көреді. Осы мен қазір мына жерде мен бұның тақырыбы бұлтпен келген бабалар, бұл кітаптың тақырыбы аруақтар көзі көрініп келген ғой, аспан. Соны мен бүгін мінекей соны бір 7 күн қалай қабылдаған сөзбен жазып шыққам. Соны бір оқып шығайын да, сосын 1-2 бетін оқимын. Негізі бір 19 бет екен, 19 бет жаңағы өлеңдер жазылған 19 бетке. Оның бәрін бір күнде оқи алмай, бір 3-4-ке, 4-5-ке бөлінетін шығар. Соны бүгін бастайық. Енді аруақтарымыз қолдасын. Осылар оқылса деді маған айтқаны. Жаңағы аспан әлем тазарады дейді. Аруақтар көтеріледі қазақтың дейді. Несі бар? Бұл да амал. Біз қазір үйде отырмыз ғой, әйтеуір қамалып. Барлығымыз. Қазір ойланатын уақыт, алды артымызға қарап, жөн бағыт бағдарымызды жөндеп, ойланып, не істейміз? Мына билікті не істейміз? Бұл болашағымыз қалай болады? Бұның бәрін ойланатын уақыт, және өзіміздің руханиятымызға да күш-қуат құйылсын. Сондықтан қабыл алыңыздар, оқып шығайын. Бүгін тылсым құдіреті деген тақырып. Атамыз қазақ аруақ деп ұрандап жауға шапқан. Әулиесінің басына түнеп тілеген ұрпағы елім деп еңіреген ерге айналған. Алланы алғаш атап, әулиесін аузынан тастамайтын атаның ұрпағымыз. Оның растығына тарих бетінен көптеген дәлелдер табуға болады. Ал қазірше аруақты айтсаң, оны қайдан шығардың дегендей өзіңе үркіп қарайды. Алладан басқаны айтпа дейді. Құранда Алла тағала әулиені досына теңейтіндігі жазылған. Бұл да көп жағдайдан хабар береді емес пе? Алла тағала адамға еркіндік берген. Нені қалайды, қайда барады, не істейді, өзінің қалауы. Қаласа ұрлық жасайды, арамдыққа барады. Қаласа игілікті иманды істермен айналысады. Алланың адамға берген үлкен құрметі, сыйы, ақыл, сана. Болашағын қалай бағдарлайды, өзінің арманына қаншалықты сенеді, сонша мөлшерде соның нәтижесін көреді. Өз мүмкіндігіне сенген адам қып-қызыл шоқтың үстіне жалаң аяқ жүре алады. Шоқтың үстінен жалаң аяқ жүре алады. Кейбіреулер сақылдаған сарыаязда суық суға шомылады. Өзіне мақсат қойып, оның нәтижесіне сенген адам қашанда дегеніне жетеді. Сенім адам арманының тірегі. Сенім мұз жарғыш кеме сияқты, қандай қиындықтарға болсын төтеп беруге мүмкіндік тудыратын күш. Өз мақсаттарыңа деген сенім тағдырыңның қазығы. Адамның өз тағдырына араласу мүмкіндігі бар. Бәрі бір Алланың қолында деген адамның үйде бүк түсіп жата беруіне де болады. Бірақ одан өмір жақсы болып өзгермейді. Тақырыбым аруақ жайлы болғандықтан айтайын деген ойым, адам өзін аруақ болғанда қандай жағдайда боламын деп сенсе, сол ниеті орындалады. Егер өлген соң қабірде құрсауда жатамын деп сенсе, соған жетеді. Егер өзін еркін сезінсе, рухының ұшып арттағы ұрпаққа көмек көрсете алатынына сенсе, ол да орындалады. Адамның ойы қараңғыда жол көрсетіп, алдыңды жарық қылатын шамшырақ сияқты. Ендеше оны бүркемелемей, еркін ұстау керек. Осы сөздің дәлеліндей, кең даланы еркін жайлап, жаз жайлау, қыс қыстауда өмір сүрген дархан бабаларымыздың аруағы Айдай қызға өңінде көрініп келіп, думанды да даулы тылсым өмірінің қайнарына сүңгітті. Айдай қыздың бойына қасиет дарытумен қоса, осы 7 күн ішінде көп нәрседен хабар берген. Тіпті сол күндердегі оқиғалар болашағын бағдарлауға мүмкіндік тудырғандай. Аруақ қабылдаған 7 күн
аңыз ертегі іспетті. Түрлі көріністер мен оқиғаларға толы болған. Тылсым тіршілігінің сырын ұқтырғысы келгенде кейбір аруақтар кәдімгі баяғы аталарымыз сияқты алдарына қамшыларын тастап дауға түскен. 2008 жылдың 28 тамызынан 31 тамызға дейін қайын жұрты жағынан жездесі, осы жерде айта кетейін, бұл 2008 жылы осы тамыз айының соңы, қыркүйек айының басы, Рамазан айы басталған. Бұл кісіге аруақтар көрініп келген осы Рамазан айының алғашқы күндерінде көрініп келген ғой, ораза уақытында. Жаңағы бірінші қайын жұртымен өз жұрты қолдап келгенімен, қайын жұрты мен нағашы жұрты қолдап келгенімен өз жұрты аруақ ұстауына қарсы болған екен. Неге десе, ол қиналатынын білген ғой, қатты қиналатын, сондықтан қарсы болған. Қайын жұрты 28 тамызынан 31 тамызға дейін қайын жұрты жағынан жездесі Қайролланың үйінде болған. Бұл күндер бұлыңғыр, түсініксіз көріністер мен күңгірлеген дауыстар аясында өткен. Аруақ келді, қоршап алды деп айта берген айдай қызды жұрт есінен адасты деп қорқады. Сөйтсе, пенделік өмірмен жүрген кәдімгі қарапайым қатардағы адамның тылсыммен байланысқа түсе қоюы оңай емес екен. Сондықтан болар осы күндер тылсым күштері айдай қызды көп тазартудан өткізген. Бізді тани алмай жатыр деген сияқты көптеген әбіржіген аруақ үндерін естіп жүрген. Одан әрі шешесі Мәкен әже, ағасы Баттал бар. Бұл кісіні үйлерін алып кетеді. Ол үйде 31 тамыздан 3 қыркүйекке дейін болады. Ал 1 қыркүйекте Рамазан айы басталады. Алғашқы күндерде аруақтар көрініп келіп, шек қарнын бөлменің ішіне ақтарып тастап тазалайды. Сол күні түнде құсып, ұйықтай алмай шығады. Және осы күні жүрек қабының жарылғанын сезген. Осыдан соң күндіз үйдегілер не ойлап жүргені естіле бастаған. Бұл оразаның алғашқы күндері еді. Келесі күні барлығы ұйқыға жатқан уақытта керуен көші болып көрінген көптеген аруақтар келген. Керуеннің алды болып қайын жұрт аруақтары көрінді. Бетінде пердесі бар аспаннан түскендей дәл қасына келген Айша бибі келген аруақтарды таныстырып отырған. Әсіресе бөрші руынан болған қайын жұрт аруақтарымен көп таныстырған. Қайын жұрт аруақтары өздері де айдай қызға ентелеп, мені танып ал, ұмытпа деп әрқайсысы өздерін таныстырып шегелей түскен. Енді бұл жерде көп ата-бабаларымыздың аттарын ұмытып қалғанбыз ғой. Мысалы, жаңа бөршілердің көбінің аруақтары, қазіргі ұрпақтар білмейді. Соны көрініп келген аруақтар менің атымды ұмытпа деп шегелеп жатыр. Мысалы, бұл кісіге келіп. Ұрпақтарын білсін деген ойда сонда. Менің атым жаттап ал, айт деп. Бұл кісі көбін ұмытып қалдым дейді бірақ. Екінші болып нағашы жұрты қожалардың аруақтары келген екен. Оның ішінен тек көзі көрген Әбділхамит нағашысын ғана таныған. Бірақ бұл кісі жылы шырай танытпай, бұндай жерге неге бас сұғасың деп өзіне ұрысқан. Үшінші болып келген өз жұртынан әкесі тіпті бас көтере алмай, екі жағынан екі қария көтеріп келгені көрсетілген. Сөйтсе, айдай қыздың өз жұрты мен нағашы жұрты аруақтары бұл кісінің аруақ ұстауына қарсы болған екен. Ал Айша бибі, Қарасай баба, Сүйінбай ата, Сарыбай би, Түктібай ата, Қайназар ата, Жамбыл ата, тағы басқа әулие мықты аруақтар айдай қызды сұрап келген аруақ жолына. Сөйтіп, алдарына қамшы тастап, кейбірі бөркін тастап дауласып жатқаны көрсетіледі. Олар неге бұлай дауласып жатқанын сұраған айдай қызға Айша бибі, сен мықты боласың, сені халыққа деп сұрап келіп отыр деп әулиелерге көрсеткен осы көріністе. Өзінің пір атасы Сүйінбай ата арқаға мөр ұрып берген екен. Бұдан соң Айша бибі айтуымен айдай қыз Астанаға жолға шығады. Осы аруақ қабылдаудың ақырғы күндері 3 қыркүйек пен 4 қыркүйек арасы Астанадағы жатын үйінде өтеді. Күндізгі сағат 4-тің кезінде дәл терезе түбіне келген дөңгелек жұмыртқаға ұқсас бұлттың ішінен аруақ шығады. Бұл Қарасай баба екен. Айдай қызға демірлеп, ем жүргізіп, әрі күш құйып қуаттандырып кеткен. Аруақтар өте көп келді. Ақын жазушылар Сәбит Мұқанов, Мұхтар Әуезов, Бердібек Соқпақбаев сияқты көптеген көрнекті қоғам қайраткерлері
және Ұлы Отан соғысының батырлары Бауыржан Момышұлы, Төлеген Тоқтаров сынды аруақтар, Әлия Мәншүк батыр апалар, Мұқағали, Зеңгі баба, Қабанбай батыр, Тұрар Рысқұлов бастаған репрессия құрбандары, үш жұртының аруақтары, осыншама көп аруақтар келген. Алғашында әулие аруақтар бата үйретті. Бірақ ешқайсының айтқанын Айдайғыз ұға алмаған. Кейбір аруақтар әбіржіп мазаланса, кейбірі ақырып, ұрсып, айғайлап кеткен, Айдайғызға ұрсып кеткен. Мысалы, Сәбит Мұқанов, Мұхтар Әуезов аруақтары «Кәне қызым, айта қойшы» деп мейірлі даусымен жетелеп, қайта-қайта үйретумен болған. Үйрене алмағанына осы кісілерден қатты ұялдым дейді Айдайғыз. Ал Бауыржан Момышұлының тез-тез, қатаң түрде айтқан сөздерін мүлде ұқпай қалған. Ашуланған атамыз «Атаңа нәлет, қазақтың қатындары, сәлем айт бәріне, салттары мықты ұстасын» деп ақырған. Сөйтіп, 8 сағатқа жуық әуреленіп қабылдата алмаған соң, аруақтар шымылдықтың артына кіріп ақылдаса бастайды. Осы сәтте қабырғадан арыстанның басы көрінеді. Аузында тістеген қаламға ұқсас заты бар. Далаға шықпақшы болған Айдайғызға сәл ырылдап ақырын басын шайқайды. Дауласқан аталардың «Мұқа, өзің көрші» деген даусы да естіле бастайды. Мұқасы кім деп тұрғанда, Мұқағали Мақатаев бұлттың үстінде ерекше жарқылмен найзағай ойната көрініп шығады. Осы көріністерді қарап тұрған терезенің алдында көлбеңдеп жүрген ібілісті Мұқағали атамыздың рухы найзамен ұрып жоқ қылған. Тек осы Мұқағали Мақатаевтан соң ғана аруақтың айтқанын түсініп, төгіліп келген батасын шығарған. Осы күні мойнында алтын шынжырлы бар шыққан қалам мен дәптер лақтырады. Таң ата өгіз мінген Зеңгі бабаны көреді. Ол ата өз құдіретін көрсете өкіріп дауыс салғанда, айнала астан-кестең ақыр заман орнағандай күй кешеді. Зеңгі баба кетерінде Айдайғызға 2 рет, ал баласы Айдын үйінің алдына 3 рет лақылдатып, мұнай іспеттес сый төгіп кетеді. Айдайғыз аруақ қабылдаған менен гөрі балама неге сыйды көп төкті екен деп таңданады. Сөйтсе, оның сыры тереңде екен. Айдайғыздың қудаланатынын, халық келмей көп қиындық туатынын алдын ала білген аруақтар тылсым тапсырмасын уақытымен орындап отыру үшін баласы Айдынға да аманат жүктеген. Яғни, өз қалтасынан шешесі алған тапсырмаларға көмектесіп отыру жүктелген. Түні бойы ұйықтамай, тұруға бір күш жібермей, бәрін біліп жатқан күйеуі Қасым таңертеңгі уақытта әбден ашуланып тұрады. Неге ұйықтамайсың? Қайдағы аруақтар? Не айтып жүрсің? Жын көрініп келді саған деп қатты ұрса бастайды. Айдайғыз көзі жетсін, оған да көрініңіздерші деп аруақтарға жалынады. Сөйтсе Сүйінбай ата, қызым, бізге оған көрінуге рұқсат жоқ. Көрінсек жынданып кетеді. Сезгенінде керек емес, уақыт өте түсінеді. Қызым қазір қандай ай деп сұрайды. Рамазан айы. Рамазан айында жындардың бәрі байлаулы. Осындай сұрақтар болатынын біліп, әдейі ескеріп, осы Рамазан айында келіп отырмыз. Осылай деп қызын жатқызып, Ясин сүресін оқып ұйықтатып кеткен. 7 күн аруақ қабылдайды бұл кісі. Аруақтар кетерде жаңа Ясин сүресін оқып, қыздарын ұйықтатып кеткен ғой жаңа Айдайғызды. Көп сырды ішіне сыйдырған осы 7 күнді шамам жеткенше бүге-шүгесіне дейін қалдырмауға тырысып, жырға бөлеп жазып шықтым. Бір қызығы, осы жырды жазып болдым дегенде түс көрдім. Шамалы қырдың үстінде бір адам тұрды. Әрге бір аттаған күйі маған қарап бірдеңе сұраған сияқты. Оянып кетіп, қайта ұйықтағанда осы түсті қайта көрдім. Сөйтсем, маған жыр жазуға көмектескен аруақ екен. Енді соның құрметіне ақсарбас атап қой союым керек екен айтып тұрды. Мен түсімде таңырқап, несіне көмектескен, өзінде жыр жазаламын ғой дегенім есімде. Пенделігім шығар, негізі жыр жазған сайын Мұқағали рухынан қолдау сұрайтыным рас. Құрбан шалуын сұрайтынына қарағанда, бұл жыр аруақ разылығыменен жазылған деген үмітім зор. Кітап соңында оқырманыма тылсым құпиясына толы осы күндерді суреттеген жырымды ұсынбақпын. Осындай. Енді мынаны оқу көп оқысаң кішкене тіліңде келмей бастайды екен. Негізі мен бүгін бір бетін оқиын,
Ұнаса комментарийға жазыңыздар, ұнамай жатса оны да жазыңыздар. Аруақтар да разы болсын. Жұмбаққа толы 7 күн тақырыбы. Рамазан айы кіргенде ұлы күндері Алланың, иманың үстем болады тасада қалып жалғаның, жасырары жоқ көңілмен періштем ашты пердесін, нөпірлеп келді көш болып тылсымға, айдайға тылсым аруағың. Білерде білмес пенде боп күнелтіп жалған өмірде жүрген бір жанды тылсым кеп түзетіп алды тезінде. Аманат жүктеп қаншама емші, мөрші, жыршылдық қаламын берді қаруғып қасқая шығып төзімде. Қорғалжынға қайын жұрт тойына келді айдай қыз, ойлап еді қыспақтан серпілу болар пайдамыз. Айшық мүйіз сиырлар көрінді алғаш көзіне, жұмбақтармен баураған тылсымға барма айлаңыз. Той қалды жайына ағайындар қауышқан, күндеріңіз басталды өз-өзімен алысқан, күңгірлеген дауыстар түсінбеді басында, әлде елес, әлде жоқ, шықты үнің қай жақтан. Ала алмады біздерді, танымады бұл қалай, деген үндер естілді жанды қинап шырғалай. Ақ сұлбалар елесі көрінеді көзіме, қайтсем енді құтылам, алыстым, арпалыстым мен солай. Таныс дауыс естілді жүрегімді жібіткен, сенім беріп тыныштық арылтады күдіктен, қамқоршымдай туысқан жалғыз ғана үмітім, пір мекен тылсымнан жетелеген сөзімен. Сабыр, сабыр, алады, әнін қой деп бұйыра, салмақтады баршасын, менде тұрдым сыйына. Түнде сен жүрсең көшеде, деген ән естілді балқыдым. Бір тылсым күш қамқоршым баурай түсті бойына. Кешке дейін мен солай арпалыстым өзіммен. Түсінбеді ешкімде күдік алып сөзімнен. Ағам үйіне келсем де көріністер қалмады, тек саябыр тапқандай дәрет алған кезімнен. Алғашқы түн ағам үйінде ауыр болды мен үшін. Түні бойы ұйықтамадым, жазаландым не үшін? Аруақтарым өңімде кеп араласты өмірге, аршығандай әлденеден бермесем де келісім. 31 тамыз еді, Рамазанға бір түн бар. Шек қарнымды ақтарды, зарымды менің кім тыңдар? Білек түрген екі аруақ тазалады бір тіндеп, құлаш шекті созып шамада жоқ айқайлар. Кәне тыныш отыр деді қатуланған аруақтар. Бөлме іші толып кетті, шек қарныма мыңғат бар. Тазалаймыз енді осылай, ішпеу керек еді деп қайтар деген сөздеріңді көз келмеді аруақтар. Бұл жерде бір айта кетейін, негізі аруақ ұстағанға дейін енді қатты ауыра берген, қиналып. Ауырып қинала береді, себебін білмейді. Дәрігерлерге әйтеу барады, емделеді, қайтады, бірақ қайта ауыра береді. Сосын кейде 100 грамм арақ ішіп алатынмын дейді. Жаңа тойға барып та ішіп алған ғой, шамалап. Сол енді оның артынан аруақтар көріністер келіп, жаңа өзін кеп тазалаған. Сол Рамазан айы келіп тұр ар жағында. Түн ішінде отырдым мен бұрышында бөлменің, ұйқыда емес бұл тазалау өңімдеді көргенім. Тазалауды болған кезде жүрек айнып лоблыды, сөйтіп бұл түн құсуменен жеңілдетті бойымды. Жүрек қабы жарылғандай әсер алдым толқытып. Бойым ауыр бір ерен күш оянғандай толғатып. Қасиеттің бір есігін ашқандаймын сірәда, айналамда адамдардың жүректері үн қатып. Аяғыма кісен салды, адымымды аштырмай. Сірә тойға жібермеудің амалы ғой құрғырай. Тек өзіме көрінеді, көрінбейді басқаға. Мен ырқыңа көндіріп ап, илеттедің тылсымай. Аруақтарым қоршап алды, қабыл алдым. Сіздер де осы сөзді айтыңыздар, басты иіп бірдемде. Десем олар үндемейді, шайын ішіп сәресі, төмен қарап тұнжыраған ауырды деп күрсіне. Алғашқы күн оразаның үндер ести бастадым. Ағам баттал, келін Гүлнұр нені ойлап жатқанын, көрші үйден шешем айтқан әңгімесі естілді. Түсіндім менің күйім жандарына батқанын. Кешке қарай Мойшадан соң жеңгем менен далаға еріп шықтым, жатар алды дәретхана бармаққа. Айнала жел, денем тоңып қалтыратты бойымды, шыдай алмай кері қайттым аяқ асты қинала. Қайдағы жел, күн тып-тымық, дура ненормальная. Запы болған Роза жеңгем басты қатты айғайға. Дәретімді бұзбас үшін мені қатты тоңдырып, аруақтарым қайтарыпты, қорған қойып айнала. Ойлануға шамада жоқ, күйін кешіп есірік. Еріктен тыс қалшылдадым төсегімде секіріп. Ой сорлай, ауырды ғой, Алла өзің көмектес. Шешем байғұс әкеп жапты 2 көрпе көтеріп. 9:30 кезеді, түнгі 11 болғанша жата бердім, тылсым тұрды әуендерін ойната. Неше түрлі өлеңдері жүрекпенен тілесем, нұр жауып тұрған көктемдені
орындайды зулата. Қараңғы еді үйдің іші, сәуле түсті себездеп. Пайда болды көрініс, қалдым қорқып елеңдеп. Қолмен жауып көзімді бүркенсем де көрпені, керуен көш көрінді тізбектеліп, кемелдеп. О құдірет, кім сенер? Маған таныс бәрі де, тығылмадым мен енді, араластым бәріне. Екінші тізбек көшінен Әбділхамит нағашым ұрсып берді бірден кеп. Жүрмедің бе жөніңе? Әрі-сәрі күйіменен мен де қалдым түсінбей. Көрдім енді әкемді, көңіл кетті төмендей. Ескі киім үстінде, белін қатты буынған, демеуімен шалдардың келді басын көтермей. Қиналыс бар жүзінде, әкешіме не болды? Кім береді жауабын? Көңіліме мұң толды. Қазір басын көтерер деген ой мақталмай, сүйретілген қалпымен келген бойда құлады. Осы сәтте аспаннан пердесі бар қыз түсті. Екі көзім әкемде, таңданбадым мен тіпті. Сұрай бердім әкемді, не жазығы бар еді? Әлде менің айыбымды оған әкеп жүктетті? Олай емес тіпті де, уайымдама, сабыр ет. Халыққа деп сұрап келді әулиелер сені көп. Үш жұртыңды көрдің өзің, үш керуен боп келгенің. Арасында қайын жұрт тек ырзалығын берді көп. Сондықтан да дау болып тұр бір өзіңе таласқан. Екі жұртты көндірмекке барша аруақ тоғысқан. Түктібай, Жамбыл, Қайназардай аталарды көрдің сен, шарт жүгініп дауға түсіп қамшысын алға қойысқан. Барша аруақ сұрап келсе, мықтылығың ол сенің. Сондықтан да күнің жақын көтерілер еңсеңнің. Деп жұбатқан сұлу қызды тұрсам да көп түсінбей, айғай салдым арқа қорған мөрімдағы жоқ менің. Дәл осыны күткендей ме асықтырып әлгі қыз? Сүйінбайдай атасау, тезкеп мөрді соғыңыз деген еді. Қалбақтаған атамды мен таныдым. Сен кепсің ғой деп тіледім. Бір болсыншы жолымыз. Осымен тоқтайын. Енді қалғанын тағы да жалғастырам. Осы енді аруақтарға тие берсін. Ойларыңыз болса жазыңыздар. Асқар кім десеңіздер, менің өмірім сол емшілік жолда болған. Мен емші емеспін, емшіге көмекші болдым. 11 жыл осы аруақтың жолында жүрдім. Соны енді әзер дегенде босап, жаңағы осы болашаққа деп өзінің мақсат қойып, осы белсенділік жолға түстік. Осы айтарым ағайын. Бұны мен екі каналға да салам, Атақоныс каналына салам, Асқар Қайырбек каналына салам, бірақ келесі оқитындарым барлығын түгелімен Атақоныс каналына салып отырам. Егер сіздерге Асқар Қайырбек каналындағы көрермендер бұны ұнатпаған жағдай болса, өйткені ол жерде көп саяси бағыттағы айтылатын канал ғой ол канал. Сондықтан мен сілтемесін астына қоям Атақоныстың. Ұнатқан адамдар болса, оған да жазылыңыздар.